Кеше тамаша айтысымен ғайызымызды қандырған Астананың ақыны Еркебұлан Қайназаров ортаға шығады. Еркебұлан менен шайқасатын Шалқарбай Ізбасаров Атырау.
кездесіп жақсы жайсаң бектерменен, сөйлейін шайырлардай төккен өлең. Ассалаумағалейкум алаш елі, қырандай құба белді бөктерлеген. Армысың ерке бұлан ақын ағам, кеудесін көрікті жыр от керлеген. Ағайын қосылыңды қолдаш енді, арқырап пәк көңілі көк көрлеген. Әйгәгім, әйгәгім ай. Жаңылтпас айт дейсің бе әйір қошым, аяқ асты қинадың ойыр қошым. Біз екеуміз дұрыстап айтысайық, жаңылтпаш дегенді қойыр қошым. Еркош меркош дегендер толып жатыр, сахнаға шығып тұрған қайыр қошым. Кәрі түйенің қисайған көркешіндей сіңірленіп бара жатқан майыр қошым. Ауылдағы тышқақ лақтарыңда тақырға сенде дұрыс жайыр қошым. Ойнақтап құлынтайдай жүргеніңде жүрмесін ұстап алып гайыр қошым. Қош келдің қонақ болып төрімізге, шөлдесең ішіп отыр шайыр қошым. Бала шағаң барлығы астанада, сенікі не отырыс әйір қошым. Бір емес екі шағын күтіп отыр, рұқсат бізден сізге тайыр қошым. Әйгәгім, әйгәгім. Ұлдар көп үлгі болған ұлдымызға, қыздар көп үлгі болған жұртымызға. Кешегі сұм соғыста ерлік жасап, ерлер көп сыймай кеткен сыртымызға. Жағында бір әжеміз еңіреп тұр, жоқ еді мұндай нәрсе ғұрпымызда. Ойбай-ай ит өлді деп жылап отыр, кинолар тиіп бітті шырқымызға. Соғыстағы батырлар турасында осындайда сөз келер ұртымызға. Солар жайлы бір кино түсір алсақ, шаншылып қалар еді мұртымызда. Қиуаз апам фильмде бір жарқ етсе, шіркін-ай биіктер еді рухымызда. Әйгәгім, әйгәгім. Шалқарбай әзіл айтса күлдіреді, ерке бұлан қалжың айтса бүлдіреді. Мәңгілік бабаларға қарыздарымыз боп тұрса, бейбіт күннің нұрлы реңі. Атыраудан батырлардың көп шыққаны, ол біздің қайсарлықты білдіреді. Ұлы жеңіске сүбелі үлес қосқан Баймұхановты ұрпағы жырғып еді. Қайырғали Смағұлов есімінен жеңілгенен әлі күнге дүрлігеді. Нысанбаев Ергініп пен Қиуаздың жауларын жайқағаны шындық еді. Қазақтың батырлары ірі болған, қарусыз бомбы болған бір білегі. Содан шығар 4 жыл сон соғыста болды ғой фашистердің құм жігері. Немістердің жеңілуінің бір себебі ұсақтығы жарық күнін тұңғып еді. Гитлер сарбазының ең үлкені дәл сендей болған шығар, кім біледі. Әйгәгім, әйгәгім. Шалқарбайдың не дегенін, Гитлер сарбазына теңегенін. Дәл сендей ұсақ болған деп қояды, көрмей білмей сөйлейді-ау көрегенім. Соғысқа барып келмей осындайсың, ардагер болып келсең не дер едің? Жаратқан адамзатты жаратқанда арылтқа бөлмеген ғой денелерін. Негізі мен де сендей жігіт болған, жол жүрем деп ботқамды жемеп едім. Алыппын деп мақтанып отырсың-ау, кең кезінде туылып керегенің. Соғыстың заманында
болғанда қорлық досы денеңнен көрер едің. Ішіне басың сыйса белің сыймай, не танкінің, не ұшақ, не кеменің. Окопта жатырмын деп ойласаң да мен бұндалап тұрушы ед төбелерің. Сол кезде мақтанғаның былай тұрсын, өкініп көзден жасты төгер едің. Герман Совет соғысы тарихына ең бірінші шахид боп енер едің. Маңайым жарық еді-ау күн секілді, көлеңкеден болды ғой түн секілді. Ойпырмай қанша жылдай айтсам да алыпты көргенім жоқ бұл секілді. Сіздің ауыз аюдың апанындай, біздікі тышқан қазған ін секілді. Сенің белің мұнайдың көшкесіндей, менің белім қайысқан гүл секілді. Сонысына қарамай мына пері сахнада бір емес мың секірді. Айналайын абайлап қимылдашы, обырып түсірерсің бір шетімді. Жүйрік қой деп ойласам, билеп отыр циркте үйретілген піл секілді. Соншама жер тепкілеп не көрінді, қаңбақшалдан алданған күйеу секілді. Қасыма жайғасыпсың қонып көрші, ендеше жарты сағат серік болшы. Диюлардың болушы ед қасиеті, қасиетіңді енді өзің жорып көрші. Желаяқ сақ құлақ деп айта алмаймын, ол теңеулер денеге болып дерсі. Шай сораптағанына қарағанда көл таусар боп шықты толық көрші. Айналдың көл таусар, енді саған бір өтініш айтатын ерік берші. Астананың маңайын басып жатқан топан суды толықтай сорып берші. Сор дегенге сіміріп тайып тұрма, арал жаққа апарып төгіп берші. Айтыстың жолыққанда финалында келейік ендеше бір ұйғарымға. Аға деп сені көкке көтеріп ем, інілік салтымменен сыйладым да. Мен әрине желаяқ бола алмаймын, ұқсамайды оған еш дидарымда. Сен айтқандай көл таусар қайдан болам, мұныңызға ініңіз қиналуда. Ойпырмай өтінішің қызық екен, ел мұңын өн бойына жиған ұлға. Талабы таудай болған бұл үніңе таусоғар деген атты қимадың ба? Әгигагім дейсің бе мұнан маған деу секілді, сөздерің жанға жара мұң секілді. Домбыраңды әзер ұстап отырғанда опырып не қылайын бір шетіңді. Негізді дұрыс айттың, бұл шалқарбай сендейлерге қауіпті піл секілді. Сенің де түрің оңып тұрған жоқ қой, шей түбіне тағылған шіл секілді. Көршіңмен тату болған дұрыс аға, аспандағы ай менен күн секілді. Әгигагім інісіне тиіскен бұған қара, шалқарбайды тудырған мынау дала. Сағынна да бебейлейсің деп қоясың, еркоштікі ағайын сынау ғана. Ереке мына бейім түк емес қой, резгенгі сала берем сығанға да, керек десең билеп берем ламбада. Үйренген әдептілік дана достан, жүйрігін бәйгесіне дара қосқан. Еледі қазақ деген құдіретті, ерлікті туғып өскен бала жастан. Құн мен сақ көк түріктің өзімін деп дәмдатқан алдындағы адаластан. Айбатты алтын ордам шаңырағым бұл күнде бес құрлыққа хабар асқан. Намысы
Намысын нар қазақтың көтергесін сайладық Нұрсұлтандай қаналаштан. Нұрағам атына сай ел бастады, бар ойын бар қалам терең ойын бағаласқан. Көршілермен дос болып тату тұрып, мұхиттың ар жағымен араласқан. Соғыс өртін өршітпей ең бастысы, ел қамын артық қойған қара бастан. Сонда да күндейтіндер табылады-ау, жау жоқта жағамызға жағаласқан. Қайран ел біз расында бақыттымыз, жазармыз ол туралы жаңа дастан. Бақытты екеніңді ұғынбасаң, бақытсыздық болмайды одан асқан. Айғағым, айғағым, ай. Қолдан келсе көмек беріп жылағанға, өмір сүру керек қой тірі адамға. Менің бір өте жаман әдетім бар, құлатып ап күлетін құлағанға. Өзімнің де сөзімнің де салмағыммен қарсыласты жайпап жатсам кінә бар ма? Ұлы жеңіс тақырыбын жырыңа қос, сол болар бүгін алар сыбағаңда. Әйтпесе жеңіс деген ұлы сөздің ешқандай қатысы жоқ бұл адамға. Айғағым, айғағым, сүбелі жыры сынып қалайыққа, шаттансын жырдан алқа тағайықта. Сен айтыстан екі рет көлік міндің, оны айтсам бұйырмашы ағайыпқа. Мен әлі бір көлікте мінген жоқпын, ауылда қалдым тіпті қарайыпта. Көлігі де құрысын, тым құрыса, Ақтамберді қалтаға салайықта. Сендер қосап машина алмасақ та, машинаға жапшасты алайықта. Айғағым, айғағым, екшеп жүрсің, алып болып шығам деп етшеп жүрсің. Таусоғар деген атты қимадың деп, өзіңе бір міндетті көксеп жүрсің. Таусоғар болғың келсе айналайын мынандай мидаладан естеп жүрсің. Менің айтқан сөзіме сенбеймісің, айтылған ақылыма көнбеймісің? Таусоғар болып жүрсең ең әуелі, көңіліңді туған жерге бөлмеймісің? Ұшы қиыры көрінбес үш құянның үстіне бір тауа кеп бермеймісің? Айтыстан көлік алсам ән салам ғой, алмай қалған кезінде шаршағам ғой. Бізге де бірер запчас бұйырсын деп, мына бала жүлдені аңсаған ғой. Ол үшін саған біраз еңбек керек, сонда жүкең береді мәрт адам ғой. Айтысқа шықпай жатып нандам еткен, таусоғар емес мынау нан соғар ғой. Әгигәгім, әгигәгім, соғыстың арылса да көк тұманы, өткенді ұмытпайды-ау ешкім әлі. 50 жылда ел жаңа дегендейін, 15 өз алдына кетті бәрі. Бізден оңбай жеңілген немістерде, тұрмысы бізден көрі тоқ тұрады. Автомобиль жасаудан алға шығып әлемде көштің басы боп тұр әні. 70 жыл өтіп кетті дегенменен бәрібір кеудемізде кек тұрады. Атамды өлтіргенін есім алсам, жүйкемді бір жиіркеніш жеп тұрады. Қалай ғана кек алсам деп жүрушем, өзегімнің басылмай от құмары. Бір неміс кездеспеді есесіне, көліктері аулада көп тұрады. Содан болар әйтеуір соңғы кезде бір әдет пайда бола кетті дағы. Мерседес көрсем болды міне салып, теуіп тастағым кеп тұрады. Әгигәгім, әгигәгім, қалайша Атырауды төр қылмайық, осылай елдің жайын кел жырлайық. Қарағанды маңайын су басқанда қалың ел жылу жиды қоржын жайып. Қысылған қандасыңа көмек
беріп, қазақ деген атыңа болдың лайық. Бұл жақта да мәселе боп тұр екен, көріп тұрып қалайша сөз қылмайық. Атырауды су басып кетпесе де ағысынан тамбай тұр мөлдір жайық. Сарайшық деген біздің көне шаһар, тарихи жәдігерді жел құрмайық. Ағысынан тамбаған сол жайығың, сарайшықтың іргесін орып жатыр, 10 жылда қылатындай орның қайып. Бауыржан аға соған көңіл бөліп, бюджеттен бөлінсе екен тендір лайық. Болмаса кешегідей қалың елден көмек сұрап тағы да қол бұлғайық. Әйтеуір ел боп жұрт боп жабылсақ та болатұғын завалды болдырмайық. Тірі жауға бермеген сарайшықты тілсіз жауға алдырып қорғылмайық. Өлеңім ағаларға бағыт берсін, тұлпар болсаң ащы тер тамып көрсін. Айналайын бұл үнім мықты екен ғой, ағасы енді қалай қағып көрсін. Қалжыңбас болғаннан соң қалжыңдастым дегендей шабытына шабыт келсін. Атыраудың намысын қорғайтындай ұлдарын енді ағайын танып көрсін. Ағайын барлығыңыз аман болып, жамандық жандарыңнан алыс қонсын. Қазаққа тек жақсылық тілегеннің шөпшегі шалқарбайдай алып болсын. Әгигәгім, әгигәгім. Осынау сәтті күнді аңсағанда шыққандай боп отырмын қан сонарға. Нан соғар деп күледі мынау маған, сен өзің не деп отсың таусоғарға. Еңбегіммен жеп жүрсем адаласты, жөнің жоқ дәл бұлайша ән саларға. Біздің кейбір көкелер бар емес пе, жұмысында ұйықтайтын шаршағанда. Елдің қамын елімнің қамын емес нанын жеген, нан соғар деп айту керек дәл соларға. Әгигәгім, әгигәгім. Сағынышпен күткендей сағымдалам, жүрегім елді көріп жалындаған. Толағай боп тумадым әттең ай деп бардағын досымыпта дамылдаған. Біздің елде тау жоқ деп заманында қайғырып қам жебеді табылдаған. Тау соғар болсаң тауды әкелші деп жырын төгіп құтырып қағындаған. Айнала бөленгенде шуақ нұрға, өзегі ашылмай ма бұлақтың да. Табылдының әніне салмасам да айтатын әңгімемді бірақ тыңда. Қанына жусан сіңген қыр баласек, ауылда өсіп өнген құлап құмда. Тау деген биіктіктің өлшем емес, жотасы биік келер қыраттыңда. Атырауда асқар тауық болмағанмен, таудан биік тұлғалар тұрат бұнда. Әгигәгім, әгигәгім. Мен қалай ел алдында тосыламын, тосылмайтын ұнайды осы ғалым. Елдің жайын айтып жатсың шырқыратып, мен де айтсам деп отырем осы жағын. Енді босқа уақыт алып нағыламын, ағамның әрбір сөзін қош ұғамын. Елдің еміреніп, елдің жайын айтып жатқан Еркебұланның сөздеріне қосыламын. Әгигәгім, әгигәгім. Ағайын бір ой айтсын ағын қызып, шығайын ортаңыздан сапың дүзіп. Автокресло дейтұғын заң шықты ғой, жатқандай жоғарыда ақыл қызып. Ол да бір дөкейлердің ермегі ғой, дәл соған тұрған жоқ тағым қызып. Әйтеуір түрлі заң шығарып, халықтың басын жатыр қадыр қызып. Креслоға шөпірлердің ақшасы жоқ, көбісі кедей кепшік тақырымы жоқ. Әй осы заң шығарғыш көкелер ай, жұртымды мұңға жатсың батыр қызып. Балдарыңды үйретейін дедіңдер ме, осы бастан креслоға отырғызып. Әгигәгім, әгигәгім.
тұлпардың неліктен бабы кетсін, ниетімді тәңірім қабыл етсін. Сөз соңында кетейін тілек айтып, сөз соңында кетейін тілек айтып, қазақ доллар емес қазақ деген халық өссін. Бесігіңде бұлқынған сәбилерің Бақтықожадай тектілікті танып өссін. Әнші болам дегендер Бекболат пен Алтынбектей қазақ әнін салып өссін. Әртіс болам дегендер Әшімовтей бар әлемнің бағасын алып өссін. Ақын болам дегендер мел сұқсап жарқылдап аламанды жарып өссін. Бастық болам дегендер жүрсінменен қойшығыл Жанарбекті көріп өссін. Өмірге келетін әр ұрпағымыз осылардай ұлтжанды болып өссін. Агигагым, агигагым, ай. Қозға қозса да ақындардың делебесі, доданың да шарты бар бөлек осы. Осыменен айтысты аяқтайық, сайыстың солай аға ережесі. Ал ағайын амандықта қауышайық, ақтарылған ақ тілек менен осы. Көріскенше сен даман есен боп тұр, Қайназар қарияның немересі. Қазағымның кең болып терезесі, күн сайын кеңей берсін керегесі. Айгагым, айгагым. Жақсы, рахмет. Қазір алғасы. Бұл сөз сайысын бастаған Еркебұлан Қайназар ар жағында болған. Бірыңғай он. Мен не ола сондан? Бірыңғай оннан тарата берсе, бұл ойсы бітпейді ғой. Шалқарбай Ізбасары Батырау. Ал көтеріңді. Бірыңғай он. Онның құны көтіп қалмасын айды.